Адамның суға батып жатқанын қалай анықтауға болады? Bir орында тырбаңдайды, аузын ашық ұстап басын артқа қарай тартады, қол бұлғамайды, айқайламайды. Жазатайым жағдайды болдырмау үшін таныс емес және тыйым салынған жерлерде шомылмаңыз, көпірлерден, бөгеттерден, айлақтардан суға секірмеңіз. Шомылып жатқан балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Батып бара жатсаңыз дүрлікпеңіз. Су бетіне қол аяғыңызды жайып жатыңыз, басыңызды жоғары қаратыңыз. Суда қауіпсіздік шараларын сақтаңыз. Төтенше жағдайға тап болсаңыз 112 нөміріне хабарласыңыз. Адамның суға батып жатқанын қалай анықтауға болады? Bir орында тырбаңдайды, аузын ашық ұстап басын артқа қарай тартады, қол бұлғамайды, айқайламайды. Жазатайым жағдайды болдырмау үшін таныс емес және тыйым салынған жерлерде шомылмаңыз, көпірлерден, бөгеттерден, айлақтардан суға секірмеңіз. Шомылып жатқан балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Батып бара жатсаңыз дүрлікпеңіз. Су бетіне қол аяғыңызды жайып жатыңыз, басыңызды жоғары қаратыңыз. Суда қауіпсіздік шараларын сақтаңыз. Төтенше жағдайға тап болсаңыз 112 нөміріне хабарласыңыз.